қыс қақаған аязда далада жүру мүмкін емес. Ол жылдары қыс айларында жиі боран болып, малдың қырылуы, жоғалуы, онан қалды бау кеспелердің ұрлауы аш отырған халықтың жағдайын онан әрі нашарлатып жіберді. Аш отырған Ғанидың отбасы ғана емес, бұл ауылдың көбі сол күйді кешіп отыр. Боран қатты болып малға жұт келді. Ғани байдың неше жылғы малшысы. Иә, бұл ауылда тек қана мал бағумен ғана күн көреді. Ол жылдары шыны керек ауыл деген 10 шақты үйдің басы қосылса ауыл деп айтатын. Жаз шыға міндетті түрде жайлауға көшеді. Ғанидың ұлы қызы аралас 6 баласы бар. Жолшылықта өмір сүрсе де, бұл отбасындағы көрініс сол кездегі қазақтарға таныс жағдай. Әрбір қазақ ол заманда жоқшылыққа шыдамай, Қытайға, Өзбекстанға көшіп кетіп жатты. Туған жерін тастағысы келмейтін, әрі ұрпағының басқа елде өмір сүргенін қаламайтын әке лашығында қарасу мен қора кеткеніне шүкіршілік етіп жүрді. Әйелі күн демейін жеп көшіп кетуге қанша көндірсе де, Ғанидың намысы жібермей-ақ қойды. Ғанидың бір туған інісі әлдеқашан Өзбекстанға көшіп кеткен. Ал Ғани елден көшкен қазақтарға ашулана қарайтын. Қайтсын енді, аштықтан көз алдында балалары көктей солып жатса, шарасыздан кетуге мәжбүр халықты бір түсінсе, бірі түсінбейді. Ал мынау жұттан қырылған малды бай ашуланып, Ғаниға төлеуді бұйырды. Ашкөздіктен Ғанидың жинаған тышқақ лағына дейін тартып алған байдың көздері байлықтан соқыр болған. Ауыл жұрты соның малы көп болғандықтан сыйлайды. Ал бұл бай сол сыйлағанды көтере алмайтын надан еді. Қанша баласымен аш қалған Ғанидың жағдайы ешкімге қызық емес. Байғұс әйелі балаларына тамақ жасадым деп қара суды қазанға таршылдады, оның ішіне ескі малдың терісін қайнатып әуре. Қарындар ашқан балалары тамақты күте-күте ұйқыға кететін. Негізінде ол тамақ емес еді. Анасы балаларын осылайша алдайтын. Ғани болса байдың адамдарына таяқ жеп, қабырғасы сынған күйі төсек тартып қалды. Таңнан кешке дейін тамақ іздейтін әйелі құр келетін. Осынша адал жұмыс жасаған Ғани түн ортасында сүйретіліп байдың қозысын ұрлап әкелді. Қабырғасы сынған Ғани қанша күн жатса да, ауруына шыдап, балаларына көз алдына аштықтан жылағанына шыдамай өзі қызмет еткен байдың үйіне ұрлыққа түскен еді. Бар арманы балаларының қарны бір тойса деген ойы. Түнделетіп әкелген қозыны сойып, етін қазанға салған ананың қуанышына қойына сыймай жүрді. Дәмді еттің иісі мұрындарын жарған байғұс балалар ұйқысынан оянып, бір-бірлерін құшақтай тамақ жейтіндеріне қуанып жатты. Сағат таңғы 4-тің шамасы. Жас қозының еті әп-сәтте болбырап пісіп, неше күн тамақтың дәмін көрмеген балалар тойа ауқаттанып алып, әкесін құшақтай, беттеріне қан жүгірген балалардың жүздері шаттыққа бөленіп, тәтті ұйқыға кеткен еді. Тәтті ұйқыдағы періштелердің ұйқысын бұзған байдың шоқпарлары. Көне лашықтың есігін теуіп кіріп, «Ей ұры, ішкен құдығыңа түкіргенің қалай?» деп, қамшымен Ғаниді балаларын көзінше сабай жөнелді. Онан қалды жағаласып, қасындағылар теуіп, ұрып жатты. Әйелі мен балаларының айқайына қарайтын олар ма? Анау сараң байдың шашбауын көтеріп жүргендер. Ғанидың ұлдарын желкелеп тұрып сүйреп алып барады. Әлі де буыны қатпаған 8-9 жастағы балалар ғой. «Ей ұры, ұрлаған малыңның ақысына мына ұлдарың өтейтін болады» деп екі ұлды сүйреп алып барады. Бет-аузы қан-жоса болған Ғанидың тұруға шамасы жоқ. Кешірім сұрап жылаған әйелі де қамшымен арқасынан осып жіберді. Сұлқ етіп құлаған ана еңбектеген күйі олардың ізінен сүйретіліп, «Құлың болайын, балаларымды босатшы» деп жалынса да еш қайран болмады. Ол екі ұлды әрине қозы бағуға, яғни құлдыққа алып кетіп барды. Ауылдағы беделді кісіге ешкім ештеңе айта алмайды. Бәрі соның сөзін сөйлейді. Сол заманда адамдардың надандығы болар, милиция дегенге баруды білмейді. Білгеннің өзінде де қай жаққа, қандай қалаға баруды білмейтін сорлы ана жылаумен күндерін өткізіп жатты. Көз ашқалы мал бағып өмір сүрген әйелді түсінуге болады. Ғанидың жағдайы күн сайын нашарлап, ана өмірге аттанбақ. Ғұмырының санаулы екенін іштей біліп жатыр. Әйеліне тесіле қараған жанарымен кешірім сұрағандай әлсіз дауыспен «Елден кет» деген сөзді әзер бөліп айтты. Көп ұзамай Ғани өмірден озды.
6 бала мен әйелі жылап қалды. Күн көру үшін Сараңбайдың күңі болды. Сондағы үйде әкелетіні бір кесе күріш, бір күндік тамағы, кейде ол да жоқ. Екі ұлы таңнан кешке дейін қозы бағады. Әйтеуір жылы қорада жүреді. Көктемге әзер жеткен бұл жесірді ауыл тұрғындары сөзбен де, іспен де қорлап келді. Ері жоқ әйел деп жасырын зорлықпен етегін түретіндер де бар. Арада 4 жылдан аса уақыт өтті. Қарызынан құтылған жесірдің балаларына бостандық берді. Көктемнің алғашқы айында Өзбекстанға көшіп бара жатқан жұртпен ілескен Ғанидың жесірі лашығын тастап кете барды. Кетпеске амалы бар жоқ. Жан-жағынан қысым көрген жесір аштыққа да шыдамай барады. Ол ештеңе емес, тұңғыш Айжан малы 13-ке толып қалды. Қара торы ұяң қызың сұлулығы және бар. Арасында анасымен байдың үйін жинауға келетіні, жасы 60-тан асқан Сараңбайдың бұл қызда көңілі бар. Тоқал қылып алмақшы. Бұл ойын астарлап жеңгетайлы жеткізген. Бұндай әңгімені естіген бойда есінен тана жаздаған ана еш ойланбастан көшуге бел буған еді. Иә, жесір атануға осы Сараңбай кінәлі. Әкесін өлтірген айуанға өлсе де қызын бермейді. Бірақ ол Сараңбай бермеймін дегенге көнбей, күшпен алып кететін білетін ана алды-артына қарамай көшкеніне сол еді. Ұзақ жол, әйтеуір өзі қалағандай мына ауылдан құтылды. Қайнысының қасына барса бәрі жақсы болады деген үмітпен Өзбекстанға көшіп келді. Ұзақ жолды көте алмаған кішкентайынан қапыда айырылған ана тағы да қара жерде құшақтап жылай берді. Кішкентайы көптен бері жөтеліп ауырып жүрген. Шыны керек ем шара жасай алмайды. Байғұс балаға ыстық суды ғана беру шамасы келеді. Дәрі-дәрмек дегенді көрмегелі қашан. Ұзақ жолды көтере алмаған 5 жастағы балапанның көк жөтелі басылмай, соңы міне қайғылы жағдайға тап болды. Іштей қайғырғанымен бәрі орнына қайтып келмейтіні белгілі. Қайнысы да шамасы келгенше көмектесіп жатты. Бұл жақта елдің бәрі егіншілікпен айналысып күн көреді екен. Қайнысының шағын күн көріп отқан бау-бақшасына көмектесіп, басқа да бақшасы бар жандарға күріш, ұнға келіскен Ғанидың жесірі өмірлері жақсармаса да күнделікті тамақтары жеткіліп болғанына қуанды. Бұл жақта анау айтқандай қыс қатты болмайды екен. Өзге мемлекетте бірыңғай көкөністен жасалған тағамдар, дәмі тіл үйіретін кепкен жеміс-жидектер. Бастапқыда бәрі таңғалып жүрді. Шыны керек өмір бақи мал бағудан көз ашпаған еді. Той болғанда мұндай кепкен жемістерді көргені болмаса, дәмін татып көрмеген балаларда қайта-қайта жей берді. Қайнысының елден көшкендеріне 4-5 жылдай болған. Әбден сіңісіп жағдайлары оңалған. Жеке жерлер де бар. Жеміске тола әжептәуір бақшасы да бар. Қазақстандағыдай мүшкіл халде өмір сүріп жатқан ешкімді көрмейсің бұл жақта. Неге десеңіздер, бұл жақтың жері сондай құнарлы болғандықтан, бау-бақша ексең құлпырып шыға келеді. Мал баққаннан бау-бақша еккенің әлде қайда тиімді екен. 3 ай бойы еңбектеген Ғанидың жесірі күзде біраз өнімге қарық болды. Алғаш рет артық азықтар бар. Қайнысы мен келіні сондай жақсы жандар. Келген бойда шағын 2 бөлмелі сарайларын берген еді. Енді міне шағын жер сатып әперді. Келесі көктемде өз бау-бақшасы болмақ. Бұндай қуанышқа қуанған Ғанидың жесірі еріксіз жылап, келіні мен қайнысына алғысын жаудырумен болды. Қыс айы басталды. Ана жылғы қыста қиналғандай, бұл қыста еш қиналмай күз бойы жасаған түрлі тосаптар жинаған азықтарымен өмір сүрді. Тағы да көктем келіп, қуаныштан бал-бұл жайнаған Ғанидың жесірі балалармен өз бақшасын гүлдендірді. Шырайлы жерді әперген қайнысына күні-түні іштей алғысын айтуда. Сол бір қайным болмағанда, қазір Қазақстанда аштан өлетін едім деп кейде ешкімге көрсетпей көз жасын сығып алады. Қайнысы шынымен де өте мейірімді жан еді. Ет алса да жартысын осы үйге келетін. Ағасының балаларын өз балаларынан кем қылмай өсірді. Ағасының жаназасына келе алмаған үшін қатты өкінеді екен. Ағасы қайтыс болғанда інісіне хабар бере алмады. Хабар беретіндей ол кезде телефон мүлде жоқ. Хат жазуға жеңгесінің сауаты да жоқ болған. Өзбекстанға келгелі жағдайлар жақсарып келеді. Әрине еңбектің арқасында. Әрі көмегін көрсетіп жүрген қайнысы мен келіні болмаса, бұл жақтағы күні қалай боларын елестете алмайды. Өз бақшасын күзге дейін күткен Ғанидың жесірі еңбегінің нәтижесін молынан көріп, артылған сатып тағы да қуанышқа кенелді. Балалар да мектепке алғаш рет барды. Қазақстанда жүргенде ешқандай білім алмаған еді.
Өйткені кішкентай малшы ауылда тұрған. Мектеп деген ауылдан 7 сағаттық жер. Интернет деген бар болса да, балаларын оқуға беруге мүлде жағдайлар болмаған. Сол себепті аштықта жүрген ауыл адамдары білім алуға еш ойланбады. 13-ке толған үлкені Айжамалды оқуға қабылдамады. Одан кейінгілерді қабылдап, олардың қуанышында шек жоқ. Екі үйдің балалары бірін-бірімен бауырмал болды. Қайнысының үлкені ұл бала. Айжамалдан 4 жас кіші. Десе де дене бітімі Айжамалдан құрдас сияқты бойы ұзын, сүйкімді өзі. Жастайынан әкесінің қолғанаты болған Ерсін тез өсіп кеткендей. Алғаш осы елге келгенде Ерсінді өзінің құрдас деп ойлағаны рас. Сөйлесе келе өзінен 4 жас кіші екенін біліп, күліп алған. Екі үйдің балалары күні бойы бірге ойнап, бірге жұмыс жасайтын. Бәрінен де Айжамал мен Ерсін бір-біріне өте жақын. Апалы-інілі болса да, жақын достар секілді екеуі бір-біріне барлық сырларын айтып жүрді. Бәрі де балалықтан басталған екі туыс бір-біріне ғашық болғандарын әлі де білмейді. Екеуі де үнемі бір-бірін іздеп, көріспей қалса жандары құлазып, жабырқайтын болған. Арада 4 жыл зымырап өте шықты. Бұл уақыттың ішінде Айжамалдың отбасы өз үйлерін салып, анасы қалаға көкөністерін сатуға кетеді. Әрине қайнысының арқасында. Қайнысының жүк көлігімен келіні өзі үшеулеп жүріп қалаға бақша өнімдерін сатуға кетеді. Екі үйдің балаларына бас-көз болып қалған Айжамал мен Ерсін. Айжамал 17-ге толса, Ерсін 13-ке толды. Қыздың көркі анасы сияқты қара торының сұлуы. Қыпша белі, сұлу мүсіні көрші өзбек жігіттердің назарында. Ерсін болса ол жігіттерден қызғанып, Айжамалды сыртқа шығарғысы келмейтін. Сол үшін де екеуі жиі ұрсып қалады. Артынан қайта достасып, көңілдер орнына түсетін. Екі туыс үнемі бірге болғандықтан, бастапқыда қолдарымен қол ұстасқанда, екеуі де ерекше сезімде жүрді. Кейіннен ойнап жүріп құшақтайтын Ерсіннің қылығы Айжамалға қатты ұнайтын еді. Екеуі де ессіз ғашық. Мойындағысы келмесе де сезімдеген көздерін байлап тастағандай. Көздерін жұмса да, ашса да бір-бірінің бейнесін көретін. Бұл қылығына Айжамал басында ұялып, Ерсіннен өзін аулақ ұстамақ болып, көрші өзбек бала Жасынмен сөйлесіп жүрді. Бірақ Ерсінге қараған көзқараспен Жасынға қарай алмады. Тіпті ол жігіттің қолынан ұстағанына денесі тітіркенетін. Амалсыз сөйлесіп жүрген. Ерсін болса қызғанып, Айжамалмен ұрсып неше күн бойы Айжамалдың бетіне қарамай, тамақ ішуден де бас тартып жүрді. Ерсіннің бұл қылығына Айжамал іштей қапалы. Ерсіннің күндегі қылығы, бірге жүріп жұмыс жасайтыны, еркелетіп ойнайтыны бәрі артта қалды. Жасынмен сөйлесіп жүрсе де, өзін жалғыз сезінген Айжамал Ерсінге өзі барды. Дәл сол уақыттары Айжамалдың анасы мен аға жеңгесі жүк көлігімен алыс қалаға 2-3 күнге кеткен. Балалардың бір үйде болуларын қатаң тапсырып кеткен еді. Айжамал бауырларымен Ерсіннің үйіне қонды. Сол 2 күннің ішінде Ерсін Айжамалға ренжіп, тамақ ішпей қарамай жүрді. Ерсіннің бұл қылығына шыдамай, Айжамал өзі кешірім сұрап, Ерсінді қалай құшақтап алғанын білмей қалды. Түн болатын, балалардың бәрі ұйқыға кеткен. Айжамал барлық жұмысын бітіріп, Ерсінді тамақ ішуге келеді деп күтті. Бірақ жігіт бөлмесінде теріс қарап жатып алған. Бауырлары теледидар көріп, сол бөлмеде ұйықтап жатты. Ерсін басқа бөлмеде жалғыз жатқан еді. Жігіттің бұл қылығына шыдамай, қасына барған қыз құшақтап кешірім сұрағаны сол еді. Ерсін Айжамалды қатты қапсыра құшақтап алды. Еріне жабыса кетті. Бұлай жасауға болмайтынын білетін қыз Ерсіннің құшағынан босап шыққысы келген. Бірақ жігіттің жасағандары ұнап бара жатыр. Тәтті сезім мен құштарлықтан бас тарта алмады. Сол түні екі туыс құштарлықпен ең үлкен күнә жасағандарына бас қатырмады. Төсек қатынасына түскен екеуі өзгеше әлемде жүргендей, өздерін сондай бақытты санады. Жасын қарапайым өзбек отбасынан шыққан бала. Бар жазығы Айжамалды сүйгені. Жасынның отбасы бұл тойға біраздан бері қарсы еді. Ұлына қазақ емес, өзбектің қызын алуды қанша айтса да, қазақтың қара торы қызына ессіз ғашық өзбек жігіті әке-шешесінің тілін алмады. Біраз уақыт келіспей жүрген әке-шешесін Жасын тамырын кесіп қорқытқан еді. Негізі Айжамал Жасынға, кешір, енді сенімен сөйлескім келмейді. Сені жақсы көре алмайды екенмін. Қанша тырыссам да болар емес. Қош бол деп, Жасынмен енді байланыспайтынын айтқан еді.
Өйткені бар жүрегі өз туысы Ерсінді ғана қалап, сонымен төсектес болып жүрген кезі. Аз уақыт сөйлессе де, бұрыннан ұнататын Жасын сол үшін де тамырын кесіп өлмекші болды. Қорыққан әке-шеше амалсыз Ғанидың жесіріне келіп, қызына құда түсті. Жасынның істегені бәрінің құлағына жеткен еді. Айжамалдың амалсыз Жасынмен отбасы құруына мәжбүр. Анасы: егер Жасынмен отбасы болмайды екенсің, өз қолыммен сені қыз өлтіріп тастаймын. Сендей жүзі қараны енді көргім келмейді деп әбден ұрысқан. Әрине бұл жағдай оңай емес. Көшіп келгелі барлық жағдайын жасаған қайнысы мен келініне қарайтын беті жоқ. Осы бір жағдай екі туыстың арасын алыстатып жібергені қиынға соғып, бірге бастаған кәсіптері де тоқтатылды. Қызының жасаған күнәсі барлығына кесірін тигізді. Ішінен шыққан баласын ұрып, ұрысқаннан басқа байғұсаны не істей алады. Жасынның әке-шешесі құда түсіп келгенде қатты қуанған. Сонан Айжамалға болған оқиғаны ешкімге айтпауын шегелеп тұрып тапсырды. Той күні жақындап келеді. Айжамалға ара-тұра Жасын келіп тұрады. Ешқандай эмоциясы жоқ қыз амалсыз анасынан қорыққасынан шығып кездесіп жүрді. Белгіленген күні тойы да болды. Ерсін іште қатты жақсы көрсе де үнсіз бақыт тілеп үйінен мүлде шықпайтын болды. Әкесі қатаң жаза қолданған еді. Табалдырығын аттаған Айжамалды күйеуі қанша жақсы көрсе де, бұл қыздың жүрегі тас сияқты қатып қалған. Пәк емес болып, абырой болмаса да, Жасын мүлде сұрамады. Айжамалдың абыройы сақтап әлек. Айжамалға бәрібір. Бұл үйден кеткісі келеді. Жүрегімен бар ойы, бауыры Ерсін деп соғуда. Жасын күні бойы сыртқа жұмысқа кетеді. Үйде енесі екеуі қалатын. Енесі бұл қызға күн бермейтін болды. Ұлы келсе ештеңе болмағандай осылай күндері өтіп жатты. Арада жыл өтті. Енді аяғы ауырлаған Айжамал тағдырына күнгендей Ерсінді ойлауды қойған. Бар баласын аман есен қолға алу болған еді. Алайда бұл болмады. Ерсін күйзеліске түскен еді. Үнемі тұйықталып, ешкіммен араласпай жүрді. Бірде сыныптастары отырысқа күштеп әкелген. Жігіттер болып тағылып сыра ішті. Сыраны алғаш рет асыра ішіп, есінен танғанша ішкен Ерсін өз құпиясын сыныптас жігіттердің алдында айтып салды. Бір күні болмасын шындық айтылатыны ақиқат еді. Міне сол ақиқат ашылғалы Айжамалдың өмірі қор болумен өтіп жатты. Құрсағына біткен сәбиінен айырылуынан да осы сөз себеп болды. Бұл әңгіме ауылға желдей естіп тарап кетті. Жасын естігенде өзін ұстай алмай қалды. Айжамалды тепкінің астына алды. Одан кейінгісі белгілі. Соққы жеген келіннің енесі үйден қуып шықты. Айжамал мен Ерсіннің отбасы ауыл ішінде жүре алмай Қазақстанға көшуге мәжбүр болды. Бірақ Ерсіннің отбасы Шымкентке көшіп келсе, Айжамалдың отбасы Алматының ауылдарына көшіп барды. Бар жиған тергенін сатып, 2 бөлмелі ескі сарайды сатып алды. Қазақстанға көшіп келгенде де біраз болды. Үнемі бәріне кінәлі сен деп ұрыс шығаратын анасының сөздеріне шыдамаған Айжамал өз күнімді сендерсіз-ақ көремін деп Алматыға жол тартты. Қызының кесірінен жалғыз туыстарынан айырылыспайтын анасы Айжамалға кетпе демеді. Жалғыз өзі ашумен үлкен қалаға аяқ басып, біраз күндерін вокзалда түнемен өмір сүрген қызды вокзалдағы еден жуатын апа байқап, өз үйіне тұруға шақырды. Жас қыз ол кезде 18 жаста болса да, тұрмыс құрғанын ешкімге айтпай жүрді. Өзінің жетім екенін ғана айтатын. Еден жуатын апаның арқасында салонға жұмысқа тұрды. Ол апаның қызы салонда шаш қиятын. Бірте-бірте ол жерге үйреніскен Айжамал шаш қиюды да үйреніп алды. Ақшасы көбейген кезде жұмыстағы қыздармен бір пәтерде тұра бастады. Ізінен ерген бір шама жігіттер болды. Бірақ ол жігіттерден Ерсінге ұқсайтын қылықтарды істейтін. 2-3 апта сөйлесіп, ол жігіттер тасып кететін. Арада бірнеше жыл өтті. Айжамал өзіне пәтер алып, жалғыз тұрып жатты. Іште Ерсінді сағынады, іздейді. Кездесіп қалсақ екен деп тілейтін. Ол кездері әлде телефон, интернет деген жоқ еді. Жасы 25-ке толса да, әлі де 18 жастағы қыздай киініп, бойы да жарасымды етіп, жарқырап жүретін Айжамалға талай жігіттер сөз салды. Бірде әріптестерімен қыдыруға шағын кафеге барды. Ерсін жұмыс жасауға Алматыға алғаш келіп, таныстарымен көшеге қыдырып шыққан. Мына бір кездейсоқ қыдыру екеуін қайта жолықтырды. Айжамал отырған кафеге Ерсін достарымен шашлық жеуге келген еді. Көз Айжамалға түсіп, өз көзіне сене алар емес, сұлулығында сөз жоқ. Туысын енді ұмыттым деген Ерсіннің сезімі қайта оянады. Айжамал қалайсың деген таныс дауыс селт еткен қыз Ерсінді көріп таңырқап қалды.
Ерсін деген сөзді бөліп айтқан Айжамал қатты қобалжып орнынан тұрып әріптестеріне тез кету керектігін айтып асыға шығып барады. Ізінен Ерсін де жүгіре жөнелді. Сыртқа шыққан Айжамал Ерсінге ашулы: «Тоқташ, сені әлі де жақсы көрем» деген Ерсінге басын бұрып қарады. «Сен неге мені осы күнге дейін іздемедің?» деп ренішін айтқан қызға ештеңе деместен Ерсін құшақтап алды. Қанша жыл күткен ғашығын ыстық құшағы сол баяғыдай. Өзін бақытты санаған екі туыс Алматы түнін аралап төсекте қайда табысты. Сол күннен бастап Айжамал мен Ерсін ешкімге айтпай заңды түрде некелерін қиып, ерлі-зайыпты болып тұрып жатты. Ұлдарының хат-хабарсыз кеткеніне уайымдаған әке-шешесі Алматыға келіп, милиция бөлімшелері арқылы Ерсінді, яғни тұрып жатқан мекен-жайын тауып алды. Кешке қарай екі ғашық қол ұстасып подъезд алдында шыққан сол еді. Ерсіннің әкесі мен бауыры алдынан шыға келді. Айжамалды көрген бойда бар ашуын алған әкесіне қарсы шыққан Ерсінге бұлай өмір сүруге болмайтынын айтса да тыңдамады. Қатты ызаланған әке сол жерде теріс бата берді. Ерсін Айжамалды құшақтап, ертең бәрі ұмытылады, біз бәрібір бақытты боламыз деп жұбатуда. Айжамал 6 жылдың ішінде 7 рет құрсақ көтеріп түсіп қалатын. Соңғы көтергені түсіп 9 айда мен өмірге келіппін. Бірақ менің аяқтарым жетілмей қалған мүгедек болып туылдым. Бұл әрине әкем мен анамның туыс болуының кесірі. 10 жылдан соң әкем жүрек талмасынан өмірден өтті. Анам әлі күнге дейін менің барлық жағдайым жасайды. Анам мен әкемнің махаббаттары берік болған соншалық бірде-бір рет ұрысқандарын көрмеппін. Арасында туыстарын сағынып жабырқайтындары да бар. Бірақ бір-бірін еш уақытта ренжітпеді. Тек ажал ғана екеуін айырды. Ұлының қазасына атам мен нағашы әжем келді. Маған тек аянышты көзбен қарап, анама да маған да ештеңе демеді. Бұл жағдайды кейіннен анам үтір нүктесіне дейін айтып берді. Менің осылай өмірге келгеніме анамның жүрегі ауыратын білем. Менің тағдырым осылай болғанында. Бастысы мен ауру болсам да бақытты отбасында өстім. Анам барлық жағдайымды жасайды. Сол үшін де әкем мен анамның махаббаттары жүрегіме қатты батты. Алатында ештеңе болмасам да әкем мен анамның махаббаттарын баяндағым келді. Артық кетсем кешірім сұраймын деп өз әңгімесін айтып берді. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.